Сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Тойбастар Ақбаян. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болады деп сенемін. Ол құйрық бауырдың топері, яғни ата-апаның суреті құйрық бауырға қыстырып қоятын. Ол үшін бізге хром және иншот қажет. Хромға кіріп, бірінші біз ата мен апаның, яғни Google хромға кіріп, ата мен апаның суретін тауып аламыз. Осы Google'да сәл болса да качествосы барлау суреттер бар. Ол үшін ата деп іздейміз. Ерден ата деп картинканы басамыз. Көрдіңіздер ме? Ерден атаның суретін шығарады. Качествосы бар. Бұл жерде бізді атаның өзін бассақ, әжеміз шықпай қалады. Сол үшін магнит дегенді бассақ, әженің суреті шығады. Міне осылай әженің суреті шығып тұр. Яғни осы атаны басамыз. Үстін басып тұрып, скачать изображение деп скачать етіп аламыз. Назад шығамыз, апаны басамыз. Скачать изображение басып аламыз. Енді бізге керегі, енді бирка іздейміз. Яғни осы ата мен апаның алдына қойып, құйрық бауыр деген жазуды жазу үшін. Бирка квадратный шаблон деп іздеп көрейік. Квадратный немесе круглый, өздеріңізге қандай ұнайды, сондайсын ала бересіздер. Өздеріңізге ұнаған бирканы таңдайсыздар. Мен черный-белый алғым келіп тұр. Осылай неше түрлі формада шығады. Өздеріңізге ұнағанын аласыздар. Еще көрейік. Қандайлар бар екен. Біреуін алып көрейік. Осыны өзін скачать етіп аламыз. Осыған ұқсайтындар міне тұр астында. Өздеріңізге ұнағанын аласыздар. Енді хромнан Google'дан шығамыз. Иншотқа кіреміз. Фотоға кіреміз. Мен алдында PDF форматта жасап қойғаным бар. PDF форматта жасау үшін алдыңғы видеомда көрсеңіздер, PDF форматқа ауыстыру бар. Мен 3:2 формасын алайын. Енді астында стикерге кіреміз. PDF формат жасау үшін алдыңғы видеоны көрсеңіздер, PDF формат жасауға болады. Солай, онде мына дайыны. Ата мен әжені алып алдық. Осылай үлкейтіп аласыз. Екеуін бір қалыпта, міне осылай. Енді жандағы птичканы басамыз. Енді ата мен апаны қойып болдық. Енді қайтадан стикерге кіріп, алдында мен өзім дайындап қойған шаблонымды PDF форматтағысын, яғни шетіндегі артық ақ жоқтарын қиып алғанды осылай сөз жазу үшін ата мен апаның алдына қоямыз. Қазақстан деген көрініп тұрсын.
осылай төбедегіні қаламды бассаңыздар осындай редактировать, копировать деп тұрады. Копироватьты басамыз да осылай апан алдына қоямыз. Міне ата мен апан алдына қоямыз. Енді жазу жазамыз. Астына текстке кіреміз. Екінші текст. Құйрық бауыр жегізген. Түсін апаның көйлегін светімен, яғни жасыл қылып істеуге болады. Енді кішірейтеміз. Редактировать етеміз. Құйрық бауыр дегенді де астына түсіре салайық. Светін сәл жасылдау алайық. Жасылын осылай құйрық бауыр жегізген деп. Осылай құйрық бауыр жегізген деп. Ата мен апаның құйрық бауырға қыстыратын топерін жасауға болады. Төбеде сохранитті басып, сохранить етіп аламыз. Міне. Құда тегізген, құйрық бауыр жегізген. Сіздерге менің видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Келесі жолғысында осыны қалай А4 параққа көп түрдегі шығаруға болатынын көрсетемін.